Биыл Жанкент қалашығында 3 қазба тобы археологиялық жұмыстар жүргізеді. Археологтар зерттеу жұмыстарын мамыр-маусым айларына жоспарлап отыр. Яғни бірінші отряд қалашықтың бас қақпасының ішкі бетіне қима салу әдісі арқылы және екінші топ бірнеше бөліктен тұратын ірі тұрғын жайға қазба және консервация жұмыстарын жасайды. Ал үшінші отряд қалашықтың цитаделінің бекіністі мұраларын ашады. Сондай-ақ аршылған нысандар бойынша сақтау, уақытша бекіту жұмыстары да жүргізіледі. Ғылыми зерттеу орталығы жетекшісінің айтуынша, қалашықты туристік нысанға айналдыру мақсатында қазба нысандарында қайта қалпына келтіру жұмыстары да қолға алынбақ. Жанкент Қазалы ауданының территориясында орналасқан, енді жазба деректер бойынша да қазір біз археологиялық деректермен де оны мәлімдей аламыз. Бұл үлкен орталық болған, соның ішінде 9-11 ғасырлардың аралығында оғыздардың астанасы болған ірі қала. Енді Жанкентте археологиялық қазба жұмыстары негізінен 2005 жылы басталған. Бірақ осы 14 жылдан бастап қазір осы жергілікті көпшіліктің қолдауыменен қазба жұмыстары жүргізіліп жатыр.